болатын болса, просто осы істейін деп жатқан бір қорқынышты процесстеріңізді істегенде қандай бір последствиялар келуі мүмкіндігін как бы миыңызде обрабатывать етіп, определенный, мысалы үшін мен осындай бір қызбен танысқан уақытта ол самым худшим сценарий не істеуі мүмкін, отказать етуі мүмкін, или же мақұлдап, бірақ определенный маған как бы ультиматумдар қою мүмкін. Дейтін как бы заранее ойлап табу техникасы да осы қорқынышпен күресу жолында үлкен көмек бола алады. Тура бір шахмат или шашка ойнап жатқан сияқты. Мысалы үшін сіз осы ход конем жасағанда определенный сіздің сопернигіңіз ары қарай қандай шаг істеуі мүмкін. Шаг слоном или там ферзом или еще чем-то деген ойын сияқты сізде әрқашанда определенный бір сізді қорқытатын жағдайларды істеп жатқанда соның ақыры қандай болуы мүмкін дейтін варианттарды заранее ойлап табуда определенно сізге сенімділікті көрсетуі мүмкін, сенімділікті беру мүмкін. Бірақ қалай болса да осы біздің қорқыныш, алаңдаушылық, как бы сезімдеріміз әрқашанда біздің психологическом смысле осы біздің прошлыйымызбен, будущемізбен тесно взаимосвязаны болар екен. Как ни крути. Мысал ретінде біздің в прошлом нереально горький опыттарымыз бізді ары қарай осы опыттарды қайталамастығымызге, яғни қайтадан осы унизительстводан болса, определенный бір өлімге дейін келтіріп қалған ситуациялардан как бы избегать ету ретінде осы қорқыныштарда бізге как бы ары қарай өсіп кетуімізге жол қоймай тұрады екен. Но опять же, с другой же стороны, бір неправильно істеп қойған опытыңыз қалайша сізге осы в дальнейшем определенный бір жұтықтарды алып алуыңызға тосық болып алуы мүмкін. Солай емес па? Мысалы үшін, тура біз сияқты Эдисонда әшейін бір лампочканы істеп, оның істемей қалғанын байқап қалып, осының эксперименттерінен отказаться еткенде, қазір біз электричествосыз қалып кететін едік қой. Солай емес па? Или же кішкентай балдардан бір-екі рет жүрем деп құлап қалып, қойшы одан қайда мен ары қарай жүре бермей, әке-шешем ары қарай мен бағып қағып, қолына алып жүре берсін дейтін идеялар адамның басында қалып қойғанда қалай вообще болатын еді? Сондықтан біз әрқашанда өзіміздің из-за своего горького опыта деп айтпақшы, из-за своих прошлых неудач деп айтпақшы, біз ешқашан өзімізді ограничивать етуіміз керек емес. Раз, сол кезде вы, как говорится, облажались. Из-за нехватки знаний деп айтпақшы, из-за нехватки опыта деп айтпақшы. Бірақ из-за одного косяка ары қарай сіз өзіңіздің будущеңізді ограничивать етуіңіз керек емес. Или же будущее алатын болсақ, наоборот же, мен осындай нәрселер істейтін болсам, в будущем мен қандай адам болып жете салам дейтін ойларды бізді осы қорқынышпен как бы сталкивать етіп, опять же в будущем счастливая личность болып жетісуімізге ол да как бы барьер ретінде біздің өмірімізге келіп қалады екен. И в этом же случае біздің өмірімізде в будущем, яғни не болатыны тек Алла Тағала біледі. Демекші, біз просто соны как бы предполагать етуімізге болады. Осындай жағдай болып қалуы мүмкін. Но 100% гарантия осындай бір вклад жасасам, осындай бір минусқа түсіп қалуы мүмкін дейтін ойлармен, как бы өзімізді ограничивать етуімізді как бы неправильно деп айтпақшы. Сондықтан, как говорится, не позволяйте своему и будущему, и прошлому управлять собой демекші. Ал үшінші фактор ретінде болатын болса, осы біздің қорқыныштарымызға влиять ететін өміріміздегі өзгерістер болады. Адам ешқашан өзінің зона комфортыдан шыққысы келмейтін туралы бәріміз де білетін шығармыз. Біз әрқашанда определенный нәрселерді істей білсем екен, определенный жұмысты істеп, определенный осы алаңымды алып, тыныш қана осы бала-шағамға, әйеліме көмектесіп келе берсем екен дейтін ойдар әрбір адамның миында болады. И бұндай жағдайларда ешкім өзінің из зона комфортасынан шығып, яғни нечаянно біреу сенің жұмыстан шығарып жіберсе,
или вынужденно осы тұрып жатқан қаладан басқа қалаға көшіргізіп жіберсе деген ойдар ешкімнің басында келмейді демекші. Яғни ешбір адам как бы өзгерістерге на все 100% с улыбкой қарай бермейді. Бірақ опять же, осы счастливая личность сформироваться ету жолында адам әрқашанда өзгеріп келіп, осы өзінің зона комфортасынан шығып келу керек. Сондықтан сіздің өміріңізде осы жұмыссыз қалып кетіп, басқа мектепке болсын, басқа қалаға болсын, көшіп кету жағдайлары болатын болса, сол өзгерістерден как бы закрываться етіп, өзіңізге как бы замыкаться етудің орнына, просто взгляните на это с оптимистической стороны деп айтпақшы. Определенный өзгерістер әрқашанда адам өміріне просто так келмейді демекші. Сіз осы жұмыстан шыққан болсаңыз, өмір сізге басқа бір вторая половинка ретінде, или же наоборот басқа шанс ретінде, сізді как бы личность ретінде сізге тәрбие берейін деп жатыр. А не для того, чтобы помучить вас, или же неловкая ситуация қойып қалу ниетінде емес. И опять же, басқа мектепке болсын, басқа колледжге как бы көшу жағдайларда болып қалғанда, ол жағдай сізге осы жақсы көретін достарыңыздан как бы ажырату ретінде емес, наоборот, басқа адамдармен таныстырып, сізге более как бы в будущем понадобится ететін адамдармен таныстырып, новый опыттарды үйрету мақсатында сіздің өміріңізге келіп жатқан как бы шанс, өзгерістер ретінде сізге кіріп келеді. А не для того, чтобы помучить вас деп айтпақшы. Сондықтан адам әрқашанда чисто с психологической точки зрения осы өзгерістерге как бы с большой улыбкой на лице оларды қарсы алып алу керек. И как всегда бүгінгі видеоролигім сіздерге ұнаған жағдайда лайк, комментарий, подписываться етулеріңізді сұранамын. Сонда Шала Қазақ ТВ каналында одан да қызықты видеороликтер шыға береді. Әртүрлі тематикаға демекші. Пока-пока. Arrivederci.